Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Айым. Бүгін сіздермен өте нәзік, тіпті чизкейктен де нәзік болып келетін жидек қосылған сүзбелі бәліштің рецептісімен бөліскім келеді. Бұл рецепт YouTube каналында да және барлық фудблогерлердің қоржынында бар рецепт. Бірақ мен де бөліскім келіп отыр. Мен қамырын 2 бәлішке арнап жасадым, бірақ описаниеге 1 бәліштің құрамын жазып қалдырамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ал ендеше кеттік бастайық. Ұнымыздың үстіне бөлме температурасындағы сапасы жоғары жұмсақ сары майды салып, ұсақ үгінді жасаймыз. Мен әрдайым президент майын қолданамын. Енді осы ұсақ үгіндіміздің үстіне қамыр қопсытқышты саламыз. Жеке ыдысымызға қант, оның үстіне жұмыртқаны қосып, венчигімізбен жақсылап тұрып бірнеше рет араластырып аламыз да, осы массамызды қамырымыздың үстіне құйып, қолымызбен қамыр илеп аламыз. Қамырымыз өте жұмсақ және нәзік болып шығады. Мінекей қамырымыз дайын, өте нәзік, бірден қолдансаңыздар болады, немесе мен сияқты жарты сағат тоңазытқышқа салып алып, содан кейін барып жайсаңыздар да болады. Қарап отырсаңыздар, қамыр өте нәзік, абайлап жаймасаңыздар тез жыртылып қалуы да мүмкін. Қамырды жайған кезде аса жұқада болып кетпесін және қатты қалыңда болып кетпесін, соған мән беріңіздер. Дайын болған қамырымызды оқтаудың көмегімен осындай түбі алынатын формамызға орналастырып шығамыз. Мен түбіне пергамент қағазын пайдаландым және жиектерінде жақсылап жабыстырып шығамыз. Артық қамырды осылайша оқтаумен кесіп алып тастаймыз. Ал енді салмасын дайындаймыз. Салмасына мен 9% ірімшік, 20% қаймақ, оның үстіне қант, жұмыртқа және кукуруза крахмалын немесе ұнды пайдалансаңыздар болады. Осының барлығын блендердің көмегімен жақсылап тұрып біркелкі масса болғанша езіп аламыз. Дайын болған сүзбемізді лопатканың көмегімен бір араластырып аламыз, одан кейін қамырымыздың үстіне құямыз. Жақсылап тұрып тегістеп аламыз және столдың үстіне 1-2 рет осылай ұрғыштап артық ауасын шығарамыз. Енді осы сүзбеміздің үстіне жидектерді орналастырамыз. Жидектерді кукуруза крахмалына бір аунатып алып, бәлішіміздің үстіне, яғни сүзбеміздің үстіне орналастырып шығамыз. Осымен дайын болды. Енді бәлішімізді қызып тұрған 170-180 градус пеште 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Мінекей бәлішіміз дайын болды, енді оны суытамыз. Осымен сүзбелі бәлішіміз дайын болды, міндетті түрде жасап көріңіздер, тіпті тапсырысқа жасасаңыздар да болады. Маған үліпіл басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздерге тәтті әлемде сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта кездескенше.